Жаңа шақырылымның депутаттарының барлығын жаңа деп айтуға келмейді. Олардың қатарында бір емес, бірнеше шақырылымда депутат болған азаматтар да бар. Бірі әрі бірегейі Нұртай Сәлиянов. Абай облысынан сайландыңыз, түрлі пікір бар. Сіз сайланған кезде бір әңгімелер тарады, бұл кісі бірнеше рет депутат болған, неге қайтадан түсіп жатыр деп сізді сынағандар болды. Оны естігенде шығарсыз, нақты қалай жауап берер едіңіз осы сұраққа? Жалпы Қазақстан азаматының сайлауға және сайлануға құқығы бар. Сондықтан да кім бір мандатты округтан сайлауға түсем дейді, парламент мәжілісінің депутаттығына кандидат болғысы келсе, оның соған еркін құқығы бар. Сондықтан да бұл жерде бір мандатты округ. Бір мандатты округ болғаннан кейін оған азаматтар өтініш беріп, өзінің ұсыну арқылы, немесе партиялардың ұсынысы арқылы өз өтініш береді де, парламент мәжілісінің депутаты болып тіркеледі, ары қарай үгіт-насихат жұмыстарын жүргізеді. Бұған дейін бірнеше рет депутат болдыңыз, бұрын атқарылмай кеткен істерім бар деп нақты бір жоспармен келіп отырсыз ба осы жерге? Қалай бағдарламаңызбен? Абай облысының халқы парламент мәжілісінің депутаты етіп сайланғаннан кейін менің басты мақсатым жалпы еліміздің дамуына, Абай облысының өркендеуіне және халықтың мүддесіне қызмет ету. Облыс жаңадан құрылып жатыр, оның көптеген мәселелері бар. Сол облыстың көптеген мәселелерінің шешілуіне атсалысу.